Искусственный интеллект туралы бүгін айтайық сіздерге. Мен жаңадан жазып жатырмын сабақта. Өйткені біз кеше қазақы стильді искусственный интеллекттер көп қазақы стильді қабылдай алмайды. Сондықтан дәл сол қазақы стильді істеуге акцент қойғым келді. Мен содан кейін командамен ақылдасып сіздерге клип жасаған болатынмын. Мен қазақша стильді сол форматта сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Және сіздерге көп искусственный интеллекттер ақылы, сіздерге қаншалықты қатты экономный болады, сол вариантын көрсетейін деп тұрмын. Мысалы, ChatGPT бір күнде 3 картина генерация жасап береді. Сіздер ChatGPT-дің платный форматын алмай, күніне просто 3 картинкаға осындай генерация жасасаңыздар болады. Менде платный, бірақ күніне менде шектеу жоқ та, сол сияқты. Бұл жерге просто промпт жазып бер деп жазасыздар, болды. Мысалы, сіздерге қазір былай көрсетейін. Мынау мен жасаған қазақы стильдағы промпттар. Бұл жерде тек қана картинаға генерация жасап береді. Менде қазір көрсетемін, міне осындай суреттер, я просто жазасыздар маған промпт жазып берші деп. Жазып берші. Я болды. И қазақы стильдегі қыз немесе Абай Құнанбаевтың кітап ұстап тұрған суреті портрет. Так, мен сөзді қате жаздым да. Так. Бәсе. Вот, көрегенді күтеміз кішкене. Мен Мақтағыздың мультигін жасаған промпттарым бар, ол да қазақы стильді. Қазір оны да сіздерге көрсетемін. Бұл жерде бірақ мен ChatGPT-мен тек қана текст ретінде промпттар жазып алдым. Суретті мен ChatGPT-де істеген жоқпын, Мақтағыздың суретін. Мен қазір сіздерге клипке пайдаланғаным, осы жерде картина жасағанымды көрсетейін деп тұрмын. Міне бізге промпт жазып берді енді. Так, енді мына промптқа мысалы картина жаса. Кейде сразу картина жасап береді, кейде осылай өзі сұрақтар қояды сіздерге. Қосымша ағылшынша сразу промпт жазып береді. Сіз басқа искусственный интеллекттарға сол текстін көшіріп апарсаңыздар, сол жерде генерация жасауға болады. Қазір сіздерге қымбат ақша төлейтін емес, арзанын көрсетіп тұрмын. Сондықтан ең бірінші искусственный интеллектіміз осы біздің ChatGPT. Бір күнде 3 қана генерация картинка жасай аласыздар. Міне бізге Абай Құнанбаевты жасап берді. Енді бұл картинканы қазір көшіріп аламын да, мен анимация қосу үшін бұл картинканы көшіріп аламын да. Менде мынада екінші нейросеть бар. Не деп? Вот, Леонардо деп аталады. Міне мына жерде көрініп тұр. Leonardo.ai десеңіздер сіздерге шығады. Мен кеше қазақы картиналарға мынадай видеолар жасаған болатынмын Леонардоға. Бұны қазір көрсетеміз сіздерге. Қалай жасаймыз? Леонардо деген жерге ссылкасын қалдыра саламын. Осы жерге кіресіздер. Главный страницасына өтіп алайық. Сосын мына жерде просто картинка жасағыларыңыз келсе картинка, видео жасағыларыңыз келсе видео. Мен сіздерге бірінші видеоны көрсетем. Бұл Леонардо сіздерге қазақша картинка жасап бермейді. Бұл шетелдің нелеріне арналған. Мына жерде менде өзім дайын суретті салғаннан кейін дәл осы суретіне тек қана маған видео жасап берді. Міне мына жерде сол жақта картинканың суреті тұр. Сол жерде start frame дегенді басып
Абай Құнанбаевтың суретін көшіріп аламыз. Міне Абай Құнанбаевтың суреті көшті. Концепт арт стиль дегенді мен картинка генерацияда пайдаланғанмын, бірақ осыны тұр ештеңе өзгерген жоқ, ешқандай текст жазған жоқ. Мына генерация 250 береді екен, соны жасаймын. Леонардодан бірінші тіркелген кезде қателеспесем 100 ғана ма, сондай ғана монета береді. Сондықтан ақылы қанша екенін соны қарап өздеріңіз төлем жасасаңыздар болады. Мынадай үстіне шығып тұратын монетаның үстін басасыздар, болды. Планды осының үстін бассаңыздар сіздерге өзі план ұсынады, соны таңдап аласыздар. Так, міне бізге қандай анимация ұсынады екен, күте тұрайық. Бұл жерден де қазір мақта қызды отдельно сіздерге көрсетемін. Мақта қыздың картинкаларын бөлек мен осы Леонардода жасадым. Чат GPT-да текстін промптын жасап алған болатынмын. Так, пока бұл айналып болғанша сіздерге мақта қызды тауып қояйын. Мультик жасау идеясы. Так, мақта қызы үшікте ма? Міне қараңыздар, чат GPT арқылы мен тек қана тексттар жазып алдым. Мынау біздің мақта қыздың текстлары, осылай сұрадым. Қазір дәл осы генерациямен мен сіздерге көрсетемін қалай мақта қызды мен жасап шықтым. Дәл осы генерацияны көшіріп алып, Леонардоға апарып тұрып сіздерге жақсылап көрсетемін. Міне, так, бұл бізде бал бөбегім. Міне мақта қыз. Сценарийға өзім идеялар сұрап, кәдімгідей сөйлесіп, осылай жаздым. Просто ашығын жазасыздар. Мен мультик жасағым келеді, мен ертегі жасағым келеді, мен мақта қыз туралы ертегі жасағым келеді. Не істеймін? Маған соған арнап промпт жазып бер деп. Мен просто мысалы бүйтіп жаздым. Мақта қыз ертегісін білесің ба дедім. Ол білем деді да, мақта қызды маған қысқаша осылай жазып берді. Одан кейін мен айттым, маған бұл мақта қызға ертегі бейне ретінде жасауға промпт керек, соны жазып берші дедім. Ол маған осылай промпттарды бөлек-бөлек сцена қылып жазып берді. Осыны қазір бірінші сценаны көшіріп алайық. Осыны Леонардоға алып барып, қазір көрсетем. Міне, Абай бізде дайын болыпты. Ешқандай қозғалыс жоқ. Мына жерге бетіп жазайық онда Абайға. Переводчик. Английский. Міне, қолындағы кітапты жауып қояды да тура қарайды. Міне, просто осы промптыны көшіріп алып, мен қазір Леонардоға апарып көремін. Қайтадан генерация жасаймын. Бұл генерация дайын болғанша, давайте жаңа мақта қыздың суретінің генерациясын қайтадан міне көшіріп аламын. Генерациясы бұл жерде ең бірінші сіздер өзгертетіндеріңіз модель дегенді басасыздар, сосын ең бірінші тұрған дизайнды таңдайсыздар. Автодинамик, стиль автоматически динамикке ауысады. Мына картинканы алып тастаймыз. Medium, фастта тұра берсін. Форматы 16:9. Мен YouTube-қа жасаған болатынмын. 4 вариант бізге ұсынады. Міне, генерация кетті. 24 монета қабылдайды. Енді күтеміз. Мынау біздің мақта қыз. Қазір бұған дейінгі жасаған мақта қыздың суреттерін көрсетем. Және Абайды көрейік. Күте тұрайық. Ой, мақта қызды вообще басқа шақып берді. Так, міне Абай. Көрдіңіздер ма? Кітапты жауып атыр, ашып атыр. Картинка. Өте жақсы Леонардо. Енді біздің мақта қызымыз онша болмай қалды. Не үшін деп ойлайсыздар? Өйткені мына жерде мен қолдан стиль жазуды ұмытып кеттім. Оны қазір мына жерге қараймыз. Менің өзімнің осыған дейін таңдаған стилім бар тұғын.
мына текстті сіздерге көшіріп жіберемін, дәл осыны пайдалансаңыздар болады. Мына жерде ертегінің атын өздеріңіз жазасыздар. Мыналардың бәрін толтырасыздар. Қазақ ауылындағы үй сіздерге не керек, 3 минуттық керек па деген сияқты. Міне 3D Pixel Animation стиль дегенді мен көшіріп мына мақта қыздың алдына қоямын және қайтадан генерация жіберемін. Осы неше жас аралықтағы балалар көреді, қанша минут, қанша сцена болу керек, қандай эмоция беру керек, аты, жаңағы главный персонаждың қанша жаста, ол қандай киімде болады, оның түсі, соның бәрін қызыл, мысалы шашы, міне қайыр стиль шашы, мысалы, соның бәрін детально жазып шығасыздар. Бұны да сіздерге мен былай копировать етіп беремін. Осыны просто жеке пайдалансаңыздар болады. А так, ChatGPT-ға спокойно ChatGPT-ға спокойно мақта қызды жазып бер, 10 санаға бөл десеңіздер, спокойно сіздерге жауап береді. Түк қиындығы жоқ. Және ағылшынға аудар, қазақ тіліне аудар деп сөйтіп жазасыздар. Мысалы, ChatGPT кейде сіздің стиліңізді дұрыс түсінбей жатса, дайын картинканы осылай плюс арқылы көшіріп алып, осы қыздың үстіндегі киімді маған мақта қыздың үстіне суреттеп промптқа қосып бер. Дәл осы суретті маған суреттеп промпт жазып бер, бірден ағылшын тіліне аудар десеңіздер, ол сіздерге промптыны сразу осылай стильмен жазып береді. Так, Леонардомызға барайық. Міне. Бұл біздегі ең бірінші мақта қыздың мысықпен сөйлесіп тұрғаны. Бұл жерге енді мен не үшін мына жерде қазақы киімді қойып, мен қазақы киімге ауыстыр деп жаздым. Өйткені мақта қызым менің қазақша стильде тұрғанын мен қаладым да. Қайтадан промптты өзгерттім. Осылай жасап көре бересіздер. Қашан сіздерге өздеріңіз ұнайтын нәтиже шықпайынша. Пакана генерация дайын болғанша мен сіздерге өзімнің галереямды көрсетейін. Менде осыған дейін жасаған мақта қыздың дайын библиотекам бар. Көп жиналып қалған. Соны қазір сіздерге көрсетемін. Кішкене төмен қарай түсеміз. Мен негізі көп искусственный интеллектті пайдаланамын, өте көп. Бірақ мынау осы соңғы недегі жұмысымды жеңілдеткен формат болып тұр. Қазір қысқаша шолып өтем мен пайдаланған искусственный интеллекттарды, бірақ олардың көбісіне көп ақша кетеді, өте көп ақша кетеді. Сондықтан сіздерге ChatGPT осы Леонардоны пайдаланғандарыңыз абзал болады. Міне, мына жерде мынадай қазақы стильда, мысалы, қымыз құйып жатқан қазақы қыздың стилін жасағым келді. Міне, барынша элементтерді пайдаландық. Сосын киіз үйді құрып жатқан адамдар, міне бата беріп жатқан ата, жағдай қыздар, бір-бірімен жаңағы кездесіп әңгіме тартыс болып жатқан, тұсау кесейін деп жатқан бала, тағы не бар? Кітап қарап, осының бәрін қазақша стильде жасауға тырысып, бір жазып көремін, қазақша стиль істей алмай ма? Промптты қайтадан айтамын, мына элементті қос, киіз үйді қос деген сияқты. Артқы фонда киіз үй тұру керек, алдыңғы фонда жаңағы қыз тұру керек, ол бері қарап тұру керек деген моменттердің бәрін мен детально қайта-қайта жасап, соны шығарып алдым. Ең істей алмаған нәрсем Алтыбақанда отырған балалар мен асық ойнап отырған балалардың моментін мен жасай алмадым. Вот осылай сіздерге шығады көп картинкалар. Даже бауырсақ пісіріп жатқан тәтелердің промптына дейін істеген болатынмын. Міне мақта қызым менің. Мына уже сиырға келіп тұрған мақта қыз. Қандай әдемі, осылай әртүрлі киіз үйді көрсеттім артына. Бірақ мына жерде сүтке кішкене промптты дұрыс жасамаған моменттер болды.
әртүрлі моменттер болады. Мысалы артқы фонда жылқылар тұр дегенде де артқы фонда жылқылар тұрсын деп кәдімгідей текстпен жаздым. Сондай детально жазсаңыздар шығады. Баста вообще мынандай орысша қылып шығарып берген. Соны әйтеуір былай неше түрлі нәрсе текстті жазып өзгертіп қазақы қызға осылай ауыстырып алдым. Соның өзінде кейде мынадай Индияның қыздары ұқсап, мынау басына мынадай неше түрлі декорациялар, украшениялар жабыстырады, сол жері маған ұнамайды. Бірақ әртүрлі текстті жазып, соны көресіздер, сосын получится. Көп іс-әрекеттен кейін получится. Міне көрдіңіздер, мақта қызды бізге осындай ұсынып тұр. Бұл промпттарды мен қайта жазып өзгерткен. Мына жерде мысалы киіз үй жоқ. Енді мына промптқа қайтадан артқы фонда киіз үй тұрсын деп текст жазсаңыздар, киіз үйді қойып береді деген сияқты. Осындай үлкеннен. Енді қараңыздар, мынадай картинка жасап берген, скачать етіп алып, жаңағыдай Леонардода вот мынадай видео генерация жасасаңыз болады, иә? Немесе мынадай генерациялар бар. Clean Eye деген бар. Бұл текстпен видео жасайды, картинкамен видео жасайды. Осындай формат бар. Clean Eye ақылы. Мынадай бесплатный фри тарифтар қазір жоқ, бұрын болатын, қазір бұларда жоқ. Сондықтан мен сіздерге қайсымен жасай аласыздар, соны көрсетіп жатырмын. Clean Eye'да менің жасаған форматым бар еді. Қазір жеке кабинетіме кіріп көрейін. Міне мынадай картинкалар жасаған болатынмын. Clean Eye негізі өте жақсы генерация жасайды картинка бойынша. Бірақ мен бұған қаражатым бірде жетеді, бірде жетпей қалады, заказға тапсырыс алған кезде. Сондықтан қазір кеше Леонардоны пайдалансам, Леонардо кішкене қалтаға көтеретіндей екен. Мына жерде просто Clean Eye'дың жақсы жері бір картинкадан екінші картинкаға өтетін форматты күшті қылып жасайды. Сонысын айтып көрдіңдер ме? Екі картинка қойғанмын мына жерде. Сол бір картинкадан екінші картинаға осылай өтеді. Сонысы өте күшті. Мына жерде мақта қызды істегенім бар. Міне, анда өте шынайы эмоцияны күшті береді. Сонысы жақсы, бірақ бұл қымбат и не экономно. Көп картинка генерация жасай алмай қаласыздар. Сосын мына жерде тағы менде Runway деген бар и iVideo деген бар. iVideo генерация деген ол Қытайдікі. Күніне 100 беріп тұрады, не деп айтады, 100 монета беріп тұрады. Сол 100 монетаны пайдаланып, осындай міне тағы менде күнде 100 бір картинка генерация жасауға 30 монетан кетіп қалады. Күнде үш картинкадан видео жасай аласыздар. Міне мен жасаған видео, қараңыздар қандай качественно. Бұл да тоже выгодно, бірақ мен күнде 3-ін ғана пайдаланам. А так ақшасы көп негізі. Міне осындай неше түрлі генерациялар жасауға болады. Енді кейбір жерде нюанстары бар, андай переходтары онша емес көрініп қалады. Ол енді идеально болмайды, пока бұл дамып жатқан нәрсе, искусственный интеллект деген біртіндеп осылай көбейеді. Мен ең бірінші жасаған мультигім болатын. Так, бұны түсіндіңіздер, иә? Вот Highlight видео, бұның да сіздерге ссылкасын беремін, мына жерге сіздерге бірден дайындап қояйын. И Runway да тоже жақсы, бірақ кредитті сатып алмасаңыз қазір тегін бермейді Runway. Вот осындай анимация жасағам, тоже картинкадан. Мынау да менің дайын баннерымның картинкасына, мынау негізі мен сурет қой дайын, соны қозғалдырып істеп берді, тоже күшті. Бұл тоже не ақылы. Так, бұл да ақылы. Так, енді суреттің фотосессия деген теманы айтайын. Вот Face.ru деген сайт бар. Бұл жерден сіздер
фотосессия жасай аласыздар. Мына жерде мен Ербол Жанабулов пен Дарханның жаңағы өзімнің әншім бар, Гүлдәурен ханымның солардың картинкаларын жасаған болатынмын, фотосессиялар. Міне Жанабуловқа мына суреттер мысалы ұқсамайды, бірақ мына сурет ұқсайды. Бұл бірақ көп ақшаны талап етеді. Мысалы, бір надай аватар создавать ету үшін бір адамға 1490 теңге төлейсіз. Мен мысалы мына жерде Дарханға 1490 теңге, Ерболға 1490 теңге, мына жерде Гүлдәурен ханымға отдельно 1490 теңге төледім. Одан бөлек генерация жасауға мынадай токендар сатып алу керек. Бұл ең аз токенді 3090 теңгеге аласыздар. Бұл 250 мынадай не береді. Бір картинканы жасау, айтайын, 50 осындай токен. Осылай мен Ерболдың баннерін жасаған болатынмын, білесіздер. Естеріңізде ма, көрдіңіздер ма, Ербол мен Дарханға жасаған едім. ММА стилінде осындай баннер. Міне Дарханды да тоже мына жер ұқсайды, например, да, мыналар ұқсамайды. Сосын мысалы ұқсайды деген, міне мынау ұқсайды, сол ұқсайды деген форматтарды міне мынау ұқсайды деп мен өзім ішінен алып алған болатынмын. Ал Гүлдәурен ханымға вообще тематикасы вообще басқа болды. Бұл кісілер кішкене нежный жағдай әнге сондайға баннер жасады. Көрдіңіздер ма? Осындай просто бұл жерде мынадай не бар, фотосессия дегенге кіресіздер. Осы жерден өздеріңізге ұнайтын бір фотосессияны таңдап аласыздар да, вот выбрать стиль дейсіз, и сізге генерация жасап береді, болды. Готовый фотосессия. Ақша құртпай, негізі көп ақша кетеді ғой. Жаңа не дейді, фотосессия жасауға. Ақша құртпай, осылай өзіңіз жасап алсаңыз болады. Менің өзімнің басқа приложением болған, личный кабинетім. Соны өзімнің фотосессиямды көрсетейін десем, что-то сіздерге таппай отырмын. Ладно, жарайды, сіздерге түсінікті болды, е? Осы искусственный интеллект. И Midjourney бар. Midjourneyді сіздерге бірінші сабақта берген болатынмын. Ол ақылы, ол қазір бесплатный. Midjourney қазір бізде жоқ. Так, осымен искусственный интеллектіміз аяқталды. Кез келген өздеріңіздің баннер болсын, қалағандар суреттеріңіз болсын, осылай жасай аласыздар. Мынау Абайды жасадым. Сіздерден нәтиже күтемін. Өздеріңіздің видеоларыңыз жасаған генерацияларыңызбен бөлісіңіздер, историяларыңызға салып, маған отметка жасаңыздар, рилс жасаңыздар. Мен сіздерден жұмыс күтемін енді.